бар, не жаңалықтарыңыз бар, не істеп жатсыздар? Мен отырмын, пияз турап, тамағымды істеп кешкі. Бүгінгі күннің мен үшін бір қызық жаңалығы мынау болды. Банктегілер, мынау қара тізімге еніп кеткендерді, 3 ай, 9 ай кредитін төлемей жүргендерді қайтадан шақырып төле. Біз сені черный список дейді, қара тізімнен аламыз, қайтадан несие алуға мүмкіндік береміз деп жатыр. Бұл бізді жарылқағаны ма, жоқ әлде қайтадан қораға тыққылар келгені ма? Несие алушылардың саны азайып, анау ақмақ боп қара тізімге ілінгендер көбейіп, несиеден процент төлейтінін біліп, аулақ жүретіндер қаттап кетті ма? Несие алғыштың бәрі қара тізімде жатқан болу керек, Құдай білетші. Несие алып, қораға кіріп кеткенің бар анаяқта, несие алынбай қалып, аналарды касяктан шығарып, қайтадан апарып тайын деп отырмады. Әйтпесе неғып жарылқап қалды. Жоқ, қара тізімдегілерді біз өшіреміз десек, енді құлаққа кіріп кішкене қуанар едік. Жоқ, қара тізімдегілер десек, несиеңді төле дейді, кешіреміз сені дейді. Сөйтіп қара тізімнен алып шығамыз сені дейді. Сен тағы да қораға кір дейді ғой. Бармаңыз, жоламаңыз. Бәленбай процентпен несиеге кіріп, еңсеңіз көтерілмей жерге қарап жүргендер қаншама. Еңсесі енді көтеріліп ойпырмай осыны бекере қалған екен деп есін жиғандар қаншама. Құрысын, керек емес. Қазақ енді саясатқа араласып, қазақтың енді экономикалық жағдайларды түсініп, саясатқа араласа бастап, кішкене ақшаны, оны мұны жан-жағын біле бастағанда, тағы да қара тізімдегілер, тағы да қораға тығамыз деген жүрің. Не сұмдық құрсын? Керегі жоқ, рахмет. Ойбай, аттандап айтатын алаяқтар қаптап кетіпті. Телефон шалатынды шығарды. Өз басыма хабарласты. Сен Анарбаева өлдірсің ба дейді. Иә. Сіздің кодыңыз, сіздің шотыңыздан Павел бір бәле кредитке соткалай деп жатыр дейді. Ойбай, ол кім еді? Сөйтсем соның кім, сол сіздің фамилияңыз что-то бөліп, не бұл түсінбей жатырмын. Соған сіз ананы айтыңыз, мынаны айтыңыз, кодыңызды айтыңыз, бірдеңеңізді айтыңыз дейді. Әй, қоя тұр, қай банк? Мен қазір барам өзім жаяу ақ. Сояқтан тындырайық. Дейғаным, ой аллай, мені осы жол біреуге ұрынбады ма? Әйтпесе мен бәрін сарқылдатып айтатын адам біреу мен едім ғой. Сөйтсем телефон қоясақ, сөйтсем маған емес, бірталай мен танитын адамдарға сөйтіп звондапты. Бұл кім? Бұл кім, жалпы звондап атқан кім? Біз туралы данныйларды қайдан біледі? Ата-бабамызға дейін айтып тұр. Бұларға тосқауыл қоятын адам бар ма? Одан бір танысымызға звондапты, саған үй берейін деп жатырмыз Астанадан деп. Астанадан Тараздан береміз. Астанадан Еғовтан звондап тұрмыз деп. Ойбай, бұл не деген батпан құйрық? Десе, үйінің бәрі кодта тұр, сен кодыңды шешу керек, кредитіңді төле, немесе бізге 100 000 теңге аударсаң, сен кодыңды шешіп береміз. Үйіңді ашамыз, сонымен шотыңа үкімет 70% ақша аударады. Үкіметтен ұяласын деп қақсап тұр. Осындай алаяқтар ұстамайсыңдар ма? Бәле болды ғой басымызға. Күніге біреуден звондап, елдің миын ағызып, уже беріп қойғандары бар. Бұл не сұмдық? Біздің данныйымызды неге алады? Қайдан алады? Кім береді? Сол түсініксіз. Звондамаған ел жоқ. Елдің бәріне звондапты ғой, маған ғана деп айттым ғой, бәсе, маған емес. Мен жан-жағымдағы елдің бәріне звондапты. Осы соңғы кезде пәленше деген ұры шықса 6 секунд ұстаймыз. Мына жерден ұры шықса 5 секунд ұстаймыз. Соткам жырланса 3 секунд ұстаймыз дегендер осы звондап атқандарды ұстай беріңдерші, пожалуйста. Миымызды ағызып бітірді құрсын. Масқара ғой мынау коллектор дейді ғой. Біреу қарыз кредиті болса, соны төлетудің айла тәсілін тапқан коллекторский компания дейді ғой. Атаған әйттердің қайбір атасының құны бар екен, содан қарыз қалыппыз ба? Жұмысың бар болсын етіп, жұртты қанатып, алдап, алған ақшаң бұйырмай қалсын. Ал. Бүгінгі сөзім алды болсын. Ол осы коллекторлар енді жұртты қанамайды, елдің жайын суырмайды деп еді ғой, енді алдауға көшкен екенсіңдер ғой сендер. Ят емес па? Төлемесе жағдай жоқ болып отқанда, төлемесе. Сен сөйтіп елді алдап суап төлетпей ақ қойыңдар, білдіңдер ма? Оны қоя берші енді. Оқисыңдар деп қазір сообщение келіп жатыр. Мен апрельден бастап оқисыңдар дейді. Кәдімгі дәстүр деген сөз қосып қойған ғой. Дәстүрлі форматта оқисыңдар деп жатыр. Ағымдағы оқу жылы басталады дейсіз болады. Мейлі енді. Содан енді мәселе мынау енді не аргелде емес, не бергелде емес. Енді 1,5 ай қалғанда оқиын деп отырмыз ғой, жақсы болыпты енді. Форма іздеп базарға барып сендей соқсайын деп отырмыз ғой. 1 жыл үйде отырған балаларға ол форма қайдан сыйсын? Бәрінің балағы вахабист болып қалды ғой.
енді ол форма деп бәріміз қандалайын деп отырмыз ғой. Ай, айналайындар енді 1,5 ай қалғанда тек ойбай, мектеп формасымен келмесе мектеп білім алмай қалады деген сөз емес қой. Әшейін формамен бара берсінші, айналайын. Министр, білім министріне жететін министр жоқ, соған ризамыз. Сен осы бізді тыңдаңызшы. Кәдімгідей формамен 1,5 айда шыға қалақ. Тек сол үшін заң бұзылып кетпейтін шығар. Сол киімімізден бара беріп, базарға барып, тек бар ғой киім алатын. Тек біреуде жағдай жоқ, біреуде уақыт жоқ, оның үстіне қазір выбор да жоқ. О, сендей соғысайын деп отырмыз.